Әйел әлемнің тұтқасы. Әйелдің құрсағы екінші бір әлемнің бастауына жол аша білетін, ұлы қасиеті бар тамаша тұлға. Алып анадан туады. Әйел энергиясы жалпы әлемдік күш-қуат көзі. Отбасының қуаттандыратын нәрі. Үйде әйелдің көңілі тоқ болса, онда бәрінің де жағдайы тамаша болатынына мен кепілмін. Өйткені әйел энергиясы жаратушы қасиетке ие. Сондықтан да осы энергия көзін күнделікті өмірде өз орнымен қолдана біл. Ізден, зерттеп, зерделе. Болашаққа тұжырымыңызды қалдыр. Әйел психологиясы мен ер адам психологиясының біргешеліктері мен тұрмыстағы орны қазақ өмірінде нақты әрі әдемі көрсетілген. Қазақтың баспанасы болған, ғасырлар бойы пана болған киіз үйдегі әйелдің орны мен ер адамның құрал-саймандар тұратын орындарының өзі табиғаттың тепе-теңдік заңына бағыттала отырып өмірге пайдалануды мақсат тұтқан. Екі босаған тең болсын деген тілекте оң жақ босаға мен сол жақ босағаны әйел мен еркекке тең бөліп берген. Сол босағадағы ілініп тұрған құралдарға қарап, ол отбасының балансын байқауға болады. Демек бұл дегеніміз табиғат заңдылығы, яғни балансты салыстыра отыра, қазақ әрқашан барлық нәрсенің алтын ортасын таңдай алғанын байқауға болады.